Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты Сабадам шағын ауданында орналасқан Мукми атындағы нөмірі 13-ші жалпы орта мектебі білім саласындағы жетістігі мол өнегелі оқу орындарының бірі. Елді мекен жастарына сапалы білім саналы тәрбие беріп келе жатқан оқу ордасында бүгінде 142 педагог кадр еңбек етсе, мектеп оқушыларының жалпы саны 1400-ден асады. Ал 60 жылдық тарихы бар мектепке биылғы оқу жылынан бастап ротациялау тәртібімен ауысып келген тәжірибелі маман Луиза Сабирова басшылық жасап келеді. Жауапты қызметте жаңашылдықты басым бағыт ретінде ұстанған мектеп директорының жалпы педагогикалық саладағы еңбек өтілі 25 жылдан асады. Соның 13 жылында қаламыздағы нөмірі 42-ші Хамза атындағы жалпы орта мектебінің директор ретінде жемісті жұмыс жасаған басшы ендігі жерде нөмірі 13-ші Мукми атындағы Қара шаңырақ білім ұясында еселі еңбек етуде. Осы орайда мектеп ұжымы жаңа басшының жаңашыл бастамаларын жоғары бағалап отыр. Оқу-ағарту министрінің бұйрығы бойынша мектебімізге жаңадан ротация бойынша жаңадан басшы келді. Ол Сабирова Луиза Ильяшевна. Ол кісі туралы тоқталып өтетін болсам, ол кісі іскер, біріншіден іскер. Ол кісі мен тарихымда қанша мектеп директорларымен жұмыс атқардым. Мен өзі осы лауазымда 35 жыл жұмыс атқарамын. Мен ол кісінің іскерлігіне тоқталып өткім келгені мына жағдай. Ол кісі таңертең менімен бірге сағат 7-тен асқанда мектепке келеді. 8-де басталса сабағымыз, 8-ге шейін біз екеуміз мектепте оқушыларды қарсы аламыз. Әрбір оқушыны, міне келгеніне көп те болған жоқ, әрбір оқушыны жатқа таниды десем деп болады. Күнде мен рейдтер жүргізеді балдармен бірге. Әр балаға тоқталып, отбасына тоқталып, әр баланың жағдайын түсінеді баланың. Әрбір баламен жеке-жеке жұмыс атқарады. Бұл кісінің іскерлігіне мен, сол жеріне мен қалай айтсам екен, жоғары баға бергім келеді. Содан кейін әрбір іске оң көзімен қарайды. Былайша айтқанда, нағыз педагог десем де болады. Нағыз педагог десем де болады. Мектебіміз осы 190-ның ішінде, бұрында жаман мектеп емес едік негізі. 190-ның ішінде одан да жақсы мектеп болдық десек, мен қате айтпаған болар едім. Енді ол қыздың мектебімізге келгеніне ата-аналарымыз да, біздің мұғалімдер де ризашылығын білдіріп жатыр. Бір жерде бір басшы қанша жылда отыра берсе, ол жерге төселіп қалады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жаңару процесі деп ойлаймын. Егер де бір директор басқа мектепке ауысатын болса, ол мектептің сол тұлға жаңарады. Ол басқа коллективке келіп жатыр ғой, танымайтын коллективке келіп жатыр. Сондықтан ол кісі ізденеді бірінші келердің алдында, жаңарады, қайтып жұмысты бастасам дейді, қандай стильде бастасам дейді. Сөйтіп, жұмысты бұрынғы директорге қарағанда жұмысты оң жағынан көрсетсем деп ойлайды деп ойлаймын. Сондықтан да мен бұны құптаймын және қосыламын. Біз жаңа басшымызбен мектептің іс-шарасын бекіттік. Бір жылдық іс-шарасы қандай бағытта біз жұмыс істейміз. Енді ол бірінші оқушылардың жәндегі білім деңгейін көтеру, білім сапасын көтеру, айша айтқанда. Содан кейін бірнеше жобалармен жұмыс атқарамыз. Ол оқуға құштар мектеп жобасы, өздеріңіз білетіндей. Мектеп парламенті өзін басқару, жәндегі ұшқыр ой алаңы, дебаттық клубтар. Содан кейін мектеп және театр жобаларымен жұмыс атқарудамыз. Және де осы жылдың басынан бастап Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы, Мұхтар Әуезовтің 25 жылдығына бірнеше іс-шараларды жоспарлап, соны атқарып, қазір таңда сол жұмыс атқарудамыз. Сапалы білім жетістікке жетудің жол екендігін ескерсек, білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік жүктелетіндігі анық. Ал ең бастысы мұндағы шәкірттердің өнер, спорт және білім бәсекелеріндегі жетістіктері де аз емес. Айталық мектеп оқушылары бірқатар республикалық қалалық олимпиадалар мен білім бәсекелерінде жетістікке жеткен. Осылайша білікті ұстаздардан тәлім алған дарынды шәкірттер мектеп абыройын асқақтатып жүр. Өткен жылы біздің мектебіміздің 11 сынып оқушысы Юлдашева Сабина Францияда өткен дүниежүзілік гимназияда бірінші орын алып, алтын жүлде иегері атанды да, оқу-ағарту министрінің грантына иеленді. Білімге құштар мектеп жобасы аясында бірнеше жұмыстар атқарылуда. Ол жерде біздің қалалық байқауларға қатысып, оқушыларымыз бірінші, екінші, үшінші орынның иегерлері атануда. Одан қала берді оқушылардың өзін басқаруы бойынша дублер күнін атап өттік. Ол республикада бірінші мәрте өтілді. Сол дублер күнін атап өтіп, өз дәрежесінде жоғары дәрежеде балдар алып өтті. Балдар өте риза дублер күнінде.
өздерінің жәндегі мектеп директоры болғанына, мектеп директорының орынбасарлары болғанына, одан қала берді пән мұғалімдері болғанына балдар өте дән риза, қуаныштары шексіз, соны айтқым келеді. Мектебімізде бірнеше үйірмелер қазіргі таңда жұмыс атқарады. Мектебімізде қазір 14 үйірме жұмыс атқарады. Үйірмелерге, спорт үйірмелерге басым көпшілігі спорт үйірмелері қызығушылықпен келеді балдар. Ағылшын тілі үйірмесі бар, дизайн үйірмесі бар, спорттың барлық түрінен үйірмелер жұмыс істейді. Ол жерде мектебіміздің 80% балалары сол үйірмемен қамтылған. Біздің мектебімізде 12 ұлттың баласы тәрбиеленеді. Бір шаңырақтың астында білім тәрбие алып жатыр. Бүгінде өскелең ұрпақтың заман талабына сай сапалы білім алу үшін тиісті жағдай жасалуда. Бұл уақытта МУКМИ атындағы нөмірі 13-ші жалпы орта мектебінің материалдық техникалық базаны жаңарту, мұғалім біліктілігін арттыру бағытындағы жүйелі жұмыстары оң нәтиже беріп келеді. Бастысы балалардың сапалы білім, саналы тәрбие алуы үшін мүмкіндік мол. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Мәди Жаппарханов, Кемел арнасы.